Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кәрістердің өте дәмді тағамы пикоди жасайтын боламыз. Кәрістер бұл тағамды пянце деп атайды. Ашыған қамырдан жасалады, буға піседі. Өте жұмсақ, сочный болып шығады, дәмі ерекше. Бұл тағамды сәбіз салатымен қосып жесеңіз тіпті керемет болып шығады. Сәбіз салаты 5 минутта жасаудың рецебі менің YouTube каналымда бар. Осы видеоның астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Пикоди жасайтын болсаңыз, сәбіз салатты міндетті түрде жасаңыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жылы суымызды алып, үстінен тұз, құмшекер қосамыз, ашытқымызды қосамыз және де бір ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды алып, бір ыдысқа ортаңғы бөлігін осылай ашып, жаңағы суымызды құямыз да жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Алдымен осылай қасықтың көмегімен қозғап аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау қажет, қатты жұмсақ болып кетсе де болмайды, орташа тығыздықта илейміз. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Ал енді салмасын дайындауға кірісейік. Бұл тағам осылай 40 қабат, яғни орамжапырақ салынатын болады. Сол кезде ол сочный болып шығады. Орамжапырақты алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз да майдалап, кубиктап турап шығамыз. Сол кезде суы шығып өте әдемі болады. Піскен кезде капустаның бар жоғы білінбей кетеді, ұзақтап турасаңыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоны көріп отырып, видеоның астындағы подписаться белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Қасындағы колокольчикті де басып қойыңыз. Ең алғашқы керемет видеолар шыққанда сізге уведомление баратын болады. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Орамжапырақтың барлығын осылай ұсақтап етіп турап алдық. Енді тартылған етіміздің үстіне саламыз. Енді 2 үлкен пиязымызды алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Енді татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Қолдың көмегімен жақсылап мыжғылап капустамызды езіп тұрып араластырып алатын боламыз. Тартылған етімізбен капуста, пиязымыз жақсылап араластыру қажет. Осылай мінекей салмамыз дайындап қойдық. Енді бір шетке қалдырамыз. Қамырымыз осылай керемет болып көтерілді. Енді алып кішкене ұн себеміз де сол күйінше осылай ұнның үстіне орналастырамыз. Қолдың көмегімен кішкене үлкейтеміз. Және де пышақпен осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай ұзынша етіп бөліп алдық. Енді 4 бұрышты етіп кесіп шығып, дөңгелектеп алатын боламыз. Өлшеп, таразымен өлшеп істесеңіз де болады. Мен бірақ көз мөлшерімен осылай өлшеп алдым. Кесіп алған қамырымызды дөңгелектеп шығамыз. Барлық қамырымызды дөңгелек етіп формаға осылай келтіреміз де бір шетке қойып, бетін жауып қоямыз.
Осылай астына ұн сеуіп бетін пакетпен жауып қоямыз, қайысып қалмас үшін. Енді біртіндеп алып, шетінен қамырымызды осылай үлкейтіп жаятын боламыз. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырды осылай дөңгелек етіп жайып алдық. Енді салмасын саламыз. Салмасын көптеу етіп сала берген дұрыс, өйткені мынау сыртындағы қамырымыз ісінеді. Ішіндегісі көп болған өте дәмді болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығатын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша түйіп шықсаңыз болады. Не болмаса осылай екі жағын жабыстырып шықсаңыз да болады. Осылай қамырды алып, жинап шымшып осылай өретін боламыз. Мінекей осындай болып шықты. Тағы бір қамырды осылай жайып көрсетейін сіздерге. Жайып алдық, салмасын салып алдық көп етіп. Енді түйіп шығамыз. Екі бетін осылай аламыз да, шеткі бөлігінен бастап, екі бетінен осылай тартып тұрып, видеода көрсетілгендей етіп бүгеміз. Бір үйреніп алсаңыз, ешқандай қиындығы жоқ. Екі бетін кезектестіріп отырып, жабыстырып шығамыз ортаңғы бөлігін. Сол кезде осындай әдемі пикодилар шығады. Манты қазанымыздың астын міндетті түрде майлаймыз да, осылай арасын алшақ етіп орналастырып шығамыз. Ол піскен кезде ісінетін болады. Ашқан қамыр болғандықтан бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мінекей жақыннан тағы бір көріп алыңыздар, қалай түйу керектігін. Осылай екі жағынан алып, жабыстырып шыға береміз. Пикодидің барлығын түйіп болған соң мантываркамызға салып 10 минутқа қалдырамыз. Олар осылай ісінуі қажет, одан кейін барып газге қоятын боламыз. 45-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Сонымен біздің пикодиіміз дайын. Мынау біздің пикодиіміздің піскен түрі. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.